Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Жылқының қалай пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Жылқы желден жаралыпты. Тәңірі тағала Адам ата мен Хауа анамызға жаза кесіп пейіштен қуып, қос ғашықты жерге түсірмек болды. Бірақ екеуінің үрейден қалшылдап жылап тұрғанын көріп, Тәңірдің мейірімі оянды. Жерге құр тастай салғанды жөн көрмеді. Желді дәргейіне алдырып, одан қанатты екі пырақты жаратты. Біріне Хауа ананы, екіншіне Адамды мінгізіп, жерге баппен жіберді. Олар пыраққа мінген соң сәлде болса жұбанғандай болды. Пырақтар зулап отырып, екеуін де аударып алмай аман-есен жерге жеткізді. Адамды сәрінжап, Хауаны Жидда тауына түсіріп, кейін қайтпақ болды. Сол сәтте Адам ата пырақты құшақтап жылады. «Уа жасаған ием, мен жат жерден қорқып тұрмын. Жан-жарым Хауаның да қайда екенін білмеймін. Мені жалғыз қалдырмай, жаныма серік етіп, пырақты қалдыр» деді. Мейірімді Алла тілегін қабыл етіп пыраққа. Адамның шапса қанаты, кисе жанаты, жау тисе қорғаны, ішсе сусыны, ашықса асы болғайсың. Оларға адал қызмет ет деп бұйырды. Ат амалсыз көнді. Пырақтың қос қанаты қырқылып жерге түсті. Қанатындағы күш қайраты аяқтарына ауысты. Қырқылып түскен бір қанатынан 1000 көбелек, бір қанатынан 1000 инелік пайда болды. Аттың жылқы атануы желден шығады. Адам ата әдепкіде пырақтың не екенін білмей Тәңірге «бұл не?» деп сұрады. Тәңірі жел деп жауап берді. Әуелде ат қолға үйренбей асау мінез танытып қашады екен. Адам ата Хауа анаға желді мына жағынан қу, желді ана жағынан қу деп айқайлайды екен. Кейін бұл сөз жел қу, заман өзгере жыл қу, жылқы аталып кетіпті. Жылқының 4 көзі болған екен. Жерге үйрене алмай, пейіштегі тірлігін аңсап жылай беріпті. Күні-түні жылағаннан 4 көзінің екеуі суалып көрмей қалды. Аттың маңдайындағы көзге ұқсас шұңқырлар құрғап қалған қос жанардың орны екен. Содан бастап ат адамның ажырамас серігіне айналды. Ат ер қанаты деген сөз осыдан қалыпты. Әрі қарай жылқы туралы қызықты мәліметтер. Жылқыны бірінші болып біздің заманға дейін 5000 жыл Азияның көшпелі халықтары қолданды. Аттың көзінің радиусы өте үлкен, ол тіпті басын бұрмай, артында тұрған барлық нәрсені көре алады. Әлемдегі ең қымбат жылқы Шариф биші. Ол араб шейхіне $40 миллион сатылды. Жылқы күніне кемінде 25 литр су ішеді. Әлемдегі ең үлкен және ауыр аттың есімі Сэмпсон. Оның салмағы 1,52 тонна. Жылдамдық рекорды Мексиканың айғыры Бех Ракитке тиесілі. Олар адамның даусындағы эмоцияларды байқай алады. Аңыз бойынша Ескендір Зұлқарнайынды Буцефаль есімді аты 9 рет өлімнен аман алып қалған, ал шайқас кезінде қайтыс болған соң оның есімімен қаланы атаған. Аттарға ұйықтау үшін тәулігіне 4 сағат жетеді. Әлем бойынша жылқының шамамен 160 тұқымы бар. Араб аттары ең қымбат. Жылқының тістері олардың жасын және денсаулығын анықтайтын құрал. Австралияда археологиялық қазба кезінде жылқы сүйектері табылған жоқ. Бұл материкке олар 18 ғасырда әкелінді. Жылқылар шамамен 25-30 жыл өмір сүреді. Англияда дүниеге келген Кар Билли есімді ат 62 жыл өмір сүрді деген ақпарат бар. Жылқыларда 5 сезім органы өте жақсы дамыған. Есту, көру, иіс сезу, дәм тату, сезім түйсігі. Жауға қарсы қолданатын ең күрделі әдісі тұяқтың соққысы. Бұл соққы адамды өлімге әкелуі мүмкін. Африка тайпаларының сенімі бойынша аттың тұяғына мерт болған адам бірден жұмаққа түседі. Жердегі жануарлардың барлығының арасында ең үлкен көздер жылқыда. Құлын туылғаннан кейін бірнеше сағаттан соң жүгіре алады. Аттың сүйектері адамнан 18 сүйекке артық. Жылқылар аузымен дем ала алмайды, сондықтан мұрны жабық болса, олар тұншығып қалады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.